no problem. Yeah, I get the feeling like I'm high all my life. You ain't gon' make these problems take you down. Ain't gonna be no problem. Сіздермен Сан-Францискодан репортаж жүргізетін Эдди Брок. Және бәрі әдеттегідей қызық болады. Енді өмір қоры жайлы айтса. Үйсіз адамдардың саны көбеюде. Бұл Оклендтегі репортаж. Қала көшелері шерушілерге толы. Мен бірнеше апта бойы жылжымайтын мүлік саудасындағы жемқорлықпен айналысудамын. Бұл сіздерді жайбарақат қалдырмайды. Мәйіттің жағдайына байланысты өлім себебі әлі анықталмады. Бірақ қалыпты жағдайда қайтыс болған адамдар қоқыста жата ма? Демек, біздің үкіметтің осындай кедей адамдарға түкіргені бар деген сөз. Мен Эдди Брок, және бұл менің репортажым. Эй, Ричард! Қалың қалай? Эдди, байкты бұлай қоюға болмайды. Қойшы, болмайды кім айтты? Қызың қалай? Беркли, Браун, MIT шәкіртақы береді. Міне көрдің бе? Түсінбедім. Болмайды кім айтты? Эдди, байк ше? MIT! Қандай керемет көрініс. Көз тоймайды. Иә, бірақ мен биіктікті қатты ұнатпаймын. Сонымен не болды? Материал шықты, эксклюзив. Сонда кім? Карлтон Дрейк. Карлтон Дрейк? Ұлы стратег. Ракета жайлы айтқысы келеді. Апат үшін уайымдаудың қажеті жоқ екендігін мәлімдегісі келеді. Иә, бірақ ол барып тұрған нақұрыс қой. Саған ашық айтайын. Дрейк бізді еш ойланбастан сатып алып, осында өзінің жеке көлік тұрағын жасауға шамасы жетеді. Сен жай ғана одан ғарыштың бағдарламасы жайлы сұрап, алғысымды айтып, сәтті күн тілеп қайтсам болды. Бірақ ол нақұрыс. Эдди, сен қиналғанда